Армағайын. Ұлылардан ұлағат бағдарламасының алғашқы шығарылымында Хиуаз Доспанова туралы тың деректермен бөлісетін боламыз. Хиуаз Доспанова қазақтың батыр қызы, тарихта аты қалған ұлы тұлға. Ол Түнгі Мыстандар полкінің мүшесі, Ұлы Отан соғысының шынайы қаһарманы. Оның өмірі өнеге мен қайсарлықтың символы. Бүгін біз Хиуаз туралы 10 қызықты дерекпен бөлісетін боламыз. Хиуаз бала күнінде дәрігер болуды армандаған, бірақ ұшқыш болуға шешім қабылдады. Ол мектепте тенниспен айналысып, республикалық жарыстарда жеңімпаз атанды. Мәскеудегі авиация училищесіне түсуге тырысып, шектеулерге қарамастан арманына жетті. Соғыс кезінде ең жас штурман болды. Ауыр жарақат алғанына қарамастан, қайтадан ұшуға оралып, жауынгерлік тапсырмаларын орындады. Ол 300-ден астам әскери ұшу орындады. Түнгі Мыстандар құрамындағы жалғыз қазақ қызы. Ерлігі үшін Кеңес одағының батыр атағына ұсынылса да, бұл марапат берілмеді. Соғыстан кейін елдің саяси және қоғамдық өмірінде белсене еңбек етті. Оның ерліктері халық қаһарманы атағына лайықты бағаланды. Хиуаз Доспанова нағыз батыр, әрі ұрпаққа үлгі. Оның өмірі ешқашан ұмытылмайды. Ал сіз, құрметті оқырман, қандай ұлы тұлғаларды білесіз? Төменге жаза кетіңіз.